Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз 2018 жылы фермер УАЗға келіп тұрмыз. Бұның ішінде бізге басқа УАЗдарда 10 ерекшелігін айтып отырамыз. Біріншіден мына родной сиденье. Родной сиденьеде мына көріп тұрғандар жалғаған. Оның астында не бар дейсіздер ғой, міне. Мынандай ғана кішкентай ғана сейф бар. Бұл өзінде роднойда жоқ болады. Осына сейф салып қойған, еще үстіне отырады, дополнительно адамдар сүйу үшін отыратын істеп қойған. Осы екі ерекшелігі бар. Үшіншісіне келетін болсақ, көбінесе родной УАЗдарда фермер УАЗына артқа қарай қайырылып кетеді. Сол қайырылмау үшін оны қолдан істеп қойған. Сол кезде өзі ограничитель сияқты ғой, мына ары қарай ашылмайды. Бұл үшіншісі кетті ма? Төртінші боздық кеткен мына жерде. Мына боздықты бұл көбінесе мотордың астында болады. УАЗ айдайтындар жақсы біледі, фермер УАЗда. Соны ішіне шығарып қойған, тесіктері бар. Жүрген кезде өте әдемі, шаң толық қоймайды. Бұрындары мысалы 2 аптада бір тазартып тұратын болса, қазір өте жақсы ішіне тұрғаннан кейін. Және де мына тағы бір ерекшелігі, мына нарада қарап отырсаңыздар, нарада осының патрубкасы бар. Пеш кететін, пештің обратный пеш па? Артқа қарай кететін. Салон пешіне кететін бар. Соны наумен істеп қойған, темірмен, өйткені аяқпен нарағы қояды көбінесе. Баттақпен қысты күндері соға сындырып жібереді. Қазір бұл сынбайды. Содан кейін ары қарай кеттік. Тағы да бір ерекшелігі, мына жақта тағы жалғап қойды. Мына орындық ретінде burada негізінде қандай ғой, крыло орналасқан жерде. Сол және де тағы не бар дейсіздер ғой, бұяқта. Бүйтіп келген кезде оппа дейміз, нарада қарасаңыздар, қарасаңыздар, мынандай көрдіңіздер ме? Бұл қандай да болады? Бұл негізінде Passat по-4 соны неяқта жарығы бар, айнасы бар. Өзінің роднойында бұндай болмайды. Еше дірілмен көбінесе дұрыс істемей қалатын тұғын. Көрдіңіздер ме? Қазір қарасаңыз, екі жаққа екеуін қойып қойған, тоғын әкеп жалғап қойған. Шетел ғой, шетел, УАЗ емес. Тағы да ары қарай кеттік. Ары қарай таныстыратын болсақ, мына жақта бізде аккумулятор тұрады. Аккумуляторды біз әдемілеп жауып қойғанбыз. Үстіне ештеңе түсіп кетпейді, бүлінбейді. Соны сыртын мынандаймен жауып қойған ағашпен. Және де кейіннен көбісі УАЗ айдайтындар жақсы біледі. Мына жақта компьютер тұрады. Компьютердің орнын мынандай арнайы пластмаспен қаптап қойған. Және де ары қарай соңғы қойымыз аптечка. Аптечкалар білесіздер, аптечкалар әр жерде жүретін аптечкаларды мына жақта әдемі пластмаспен осындай қаптап қойған. Міне қазір аптечканы ашатын боламыз. Міне аптечкадан жазуы бар, күшті. Бүйтіп ашасыз. Оппа. Мына жақта дәрі-дәрмекті ала беруге болады, керек кезде аласыз. Осымен біздің 2018 жылға дамып кеткен, мына міне даже іліп қоятын, киімдеріңіз іліп қоятын істеп қойған. Дамып кеткен УАЗға обзорымыз аяқталды. Сау болыңыздар, АДК каналына тіркеліңіздер.